Германиядағы атақты наубайхана қожайыны еврей жиі айтатын еді. Білесіздер ме, неге мен бүгін тірімін деп. Менің жас жеткіншек кезімде ұлтшылдар Германияда аяусыз еврейлерді қырып жатқан еді. Сөйтіп ұлтшылдар бізді пойызбен басқа қалаға алып кетті. Түн қатты суық болатын. Бізді көп күнге вагонда тамақсыз, төсексіз қалдырды. Жуынуға мүмкіндік жоқ еді. Жан-жақтан қар кіріп жатты. Суық жел сәт сайын бетімізді үстіп, сол қорқынышты суық түнде біз жүздеген адам едік. Тамақ жоқ, су жоқ, шамылғы жоқ. Қанымыз қатып қалғандай. Менің қасымда қарсы еврей бар еді. Бұл кісіні менің қаламда бәрі жақсы көріп, құрметтейтін еді. Ол қалшылдап тоңып жатты. Қалы өте мүшкіл еді. Мен оны жылыту үшін қатты құшақтап, жылыта бастадым. Қолын, аяғын, мойнын ысқылап, тірі қалуға тиіссің деп айтумен болдым. Осылайша бұл адамды түні бойы жылытып шықтым. Өзімде қатты тоңып шаршаған едім. Қолдарым икемге келмей тұрса да, оған массаж жасауды тоқтатпадым. Сөйтіп таңдатты. Айналам толған өлген адамдар еді. Тек мен және шал тірі қалдық. Шал мен оған үсіп қалуға жол бермегендіктен тірі қалды. Ал мен болсам, оны жылытып тірі қалдым. Менің айтпағым бұл өмірде тірі қалудың құпиясын білесің бе? Біреудің жүрегін жылытсаң, өз жүрегінде жылайды. Сен біреуге көмек берсең, өзің де көмек аласың. Адамның күні адаммен.